Biz fontanella туралы талқылайтын боламыз. Туған кезде екі маңызды fontanella бар. Алдыңғы fontanella және артқы fontanella. Бұлар біріктірілмеген сүйектер арасындағы жұмсақ орындар. Олар әдетте алдыңғы fontanella туған кезде шамамен 3-3 см-ді құрайды, және ол баяу жабылады және 1 жастан 2 жасқа дейінгі аралықта жабылады. Кейбір жағдайларда ол қалыпты өлшемнен үлкен болуы мүмкін және жабылуы кешігуі мүмкін. Мысалы, қалқанша безінің мәселелері және ми ішіндегі судың мөлшері артқан гидроцефалия және интракраниальды гипертензия мұнда жабылуы кешігуі мүмкін. Күнделікті тәжірибеде fontanella баланың гидратация жағдайын және ми инфекциясының кез келген белгілерін бағалау үшін қолданылады. Ол шығыңқы болғанда, біз бағалағанда кез келген шығыңқылықты іздегенде, бұл интракраниальды қысымның артқанын білдіреді. Бұл ми инфекциясының белгісі болуы мүмкін, ал артқы fontanellаның 6 аптадан кейін сақталуы қалыпты емес. Бұл Даун синдромының көрсеткіші болуы мүмкін.